Ассалаумағалейкум асылдарым, Кенжебектің жағдайын сұрап, ниеттеріңіз білдіріп жатқандарыңызға, тілеуқор болып жатқандарыңызға мың рахмет, сәлемдеріңізді жеткіземіз. Кенжебектің жағдайы жақсы. Кеше түнде жансақтау бөліміне түскен Кенжебек бүгін палатаға шығып, көңіл-күй орнына түсіп, біздің де көңіліміз орнына түсіп, жүрегіміз жайланып, жақсы көңіл-күйде жүрміз, Құдайға шүкір. Ең бастысы, мықты денсаулық берсін. Әрине Кенжебек жас, Кенжебек қауқарлы, қайратты. Бұл ауруды тез еңсеріп жеңіп шығады деген ниеттеміз. Көңіл-күй жақсы болғанына бізде қуанып қалдық, шыны керек. Аман болыңыздар, жақсылықта жолға. Енді өздері дәрігерлер консилиум жасап, қайда барып, қалай емделу жолдарын тағы да қарастыратын болады. Енді бүгін Кенжебектің екінші анасы деп айтсақ та болады. Енесінің дүниеден озғанына 20 жыл толуына байланысты үлкен ас берілді. Сол астың басы қасында болдық. Өмір деген қайғы мен қуаныштан қатар тұрады, қуанышпен қатар тұрады. Жалпы бүгін енді айтайын дегеніміз, бүгінгі спортымыз шағырай қуанышқа басып жатыр. Мұқасан Шахзадаев деген алтын аға досымыздың өнердегі алтын асықтай ұлы үйленіп жатыр, келін сүріп жатыр. Ұзағынан сүйіндірсін, той болсын, жақсылық болсын, әулеттеріңізге амандық пен береке тілейміз. Тағы да ескертіп айтамыз ағайындар, той біздікі болғанменен уақыт қалғаныкі өз. Ай, бәрекелді. Оттай ысты жүрегімнен аралдымда. Ай, бәрекелді. Аман болыңдар, бақытты болыңдар. Иә, қалдырдым ғой. Мен жаңа сіздерге қандай өзім үшін зажигать еттім, білесіз ба? Да. Сіз не только залды зажигли. Исторический съемка жасадым. Мына жақта иә. Жарыватыр дедім ғой. Астаналықтардың бір қаны жүгіріп бір тоқ болды, иә? Айтпа. Двигаться не могу. Бүгінгі той кішкене Монғолия қазақтарының тойы сияқты. Байқадыңыз ба? Я на сол что-то ужас. Күшті ғой? Я қалдырдым ғой. Мен жаңа сізден айтып қандай өзім үшін зажигать еттім, білесіз ба? Да. Сіз не только залды зажигли. Исторический съемка жасадым. Мына жақта иә. Апам жарыватыр дедім ғой. Мен сальто жасадым, былай да. Астаналықтардың бір қаны жүгіріп бір тоқ болды, иә? Айтпа. Двигаться не могу. Бүгінгі той кішкене Монғолия қазақтарының тойы сияқты. Байқадыңыз ба? Я на сол жақтан келдім. Иә. Монғолияның қазағы. Бұл жайын жер бар ма? Бақытты болсын ең бастысы. Жалпы үйленіп жатқан, үйленіп жатқан жақтардың бәріне бақыт берсін, береке берсін, өмір өсірсін деп тілейміз. Амин. Күшті. Әдемі көңіл-күй, ақтан әкешіп көңілді. Бүгін сторизға шығып өздеріңізбен байланысуға мүмкін болмады. Бір тойдан екінші тойға шапқылап жүріп жатырмыз. Барша тойын төлеп жатқан жандар, бақытты болыңыздар жандарым. Это что-то ужас. Күшті ғой? Я қалдырдым ғой. Мен жаңа сізден айтып қандай өзім үшін зажигать еттім, білесіз ба? Да. Сіз не только залды зажигли. Айтамын, анау кішкентай балалардың тұсауын кесуге барғанда айтам ғой, мен сені эмбрион кезінен танимын деп. Міне, эмбрион кезінен танитын балапанды қазір жүрек қағысын тыңдадық. Гаухар, қуаныштымын. Болды, Сәтбаев аман есен жетіп ал. Иә, тағы да бір пациентімізді, иә, Әселдің пациентімен қоштасып жатырмыз, себебі ол кісі енді емханаға барып тіркеледі. Тағы да құттықтаймын. Қайырлы кеш, қалайсыздар қымбатты оқырмандарым. Жайлы жексенбі күн, қалай өтуде? Шақтарым үйден алып шықтым, ойнайық деген соң келдік. Олар асыр салып ойнап жүр. Мен соларды күтіп жүрмін. Біздің астанамызда өзі баратын жерде жоқ қой, қарап отырсаңыз.
алдағы уақытта Диснейленд ашылады деген жақсы хабар бар. Асыға күтудеміз. Бір тау мен тас таралап, Алматыдағыдай табиғаттың аясына шығып та кете алмаймыз. Сол айналып келіп осындай жабық үлкен ойын орталықтарына 1-2 сағат уақыт өткізгені болмаса. Солай. Ау айлып. Отельге орналасып. Ербол Есенбаев. Грин Пайка Ануарбек қызы. Режиссердің көмекшілері Айнұр Жанорын, Жаппар Нұрғали.